Назарбаевтың құдасы Дәлбековтен қысым көрдім. Фейсбукте осындай жазба қалдырған Шымкент қалалық полиция департаментінің экс-баспасөз хатшысы Мөлдір Бекиева өз-өзіне қол жұмсады. Апта бұрын ғана YouTube желісінде Бекиева былапыт сөз айтты деген тақырыппен аудио жазба тараған еді. Осыдан кейін жұмыстан кету туралы өтініш жазған ол ауруханаға ауыр жағдайда жеткізілді. Полиция департаментінің баспасөз хатшысы бүгін түнгі 1:30-да жансақтау бөліміне жатқызылды. Өз-өзіне қол жұмсаған Мөлдір Бекиева әлеуметтік желіде қоштасу хатында қалдырған. Қысымға шыдай алмадым деген қызметкер бұған департамент басшылығын кінәлапты. Дәлбеков маған журналистерді өзің жақсы танисың, әріптестерің. Енді біздің Түркістандағы әдіс бойынша жекелей ставкілерін беріп, мені мақтау-мадақтауға көшіру керек. Жайлап өзің әрқайсысымен сөйлесіп шық, ал қаржы жағын еш уайымдамасаң болады деді. Мен ешқашан заңсыз әрекет жасамайым деп ашық айттым. Сол сөзім генерал мырзаға ұнамай қалды ма білмеймін. Әйтеуір сол сәттен бастап генералдың маған деген көзқарасы күрт өзгерді. Қысымға, қудалауға ұшырай бастадым. Суицид жасаған баспасөз хатшысы әлі есін жиған жоқ. Алдын ала болжам бойынша ол көп мөлшерде дәрі ішкен болуы мүмкін. Түскен жағдайы ауыр, команың 1-ші дәрежесі. Қазір науқас реанимацияда ем қабылдауда. Жағдайы тұрақты ауыр. Алдын ала болжам бойынша пациент суицид жасау мақсатында көп мөлшерде дәрілік препараттар ішкен болуы мүмкін. Қазір Мөлдір Бекиеваның өз-өзіне қол салуына қатысты тергеу жұмыстары басталды. Ал полиция департаменті оның жұмыстан кеткенін жоққа шығарды. Қазіргі таңда бұл бойынша қызмет тексеру жүргізді. Қалғандар мәліметтер бойынша қылмыстық процестің кодексінің 201-ші бабына сәйкес тергеу амалдарын көбінесе ашып айта алмаймыз. Дәл қазіргі таңда кеткен жоқ. Қазір айтылып анықтау басқармасымен қызмет тексеру жүргізді. Сонда қазір жұмыста болып санала ма? Қызметте болып? Еске салайық, апта бұрын ғана YouTube желісінде Мөлдір Бекиева былапыт сөз айтты деген тақырыппен аудио жазба тараған еді. Қазір бұл іске қатысты да билік өкілін қорлау бабы бойынша қылмыстық іс тіркелген. Өркен Мырзабек, Нұрсұлтан Ескендір, Түркістан 24, арнайы Шымкент қаласынан.